Тәуелсіздік, Құдайға шүкір, біз үшін егемендік. Қазақстан тәуелсіз дербес мемлекет болдық. Рәміздеріміз бар ұлттық өзіміздің, және де сонымен қатар спортта сол рәміздерімізді шетелде әлемге танытуға мүмкіндік туды. Сондықтан да біз үшін тәуелсіздік өте қымбат дүние, өте қуаныштымыз, бақыттымыз біз тәуелсіз қазақстан дүниеге келгенімізге. Менің өзімнің армандарыма осы тәуелсіздіктің арқасында биік белестерді бағындырып, Олимпиада чемпионы атанып армандарыма жеттім. Сондықтан да тәуелсіз адамның арманы орындала алады деп ойлаймын. 18 желтоқсан күнінде тәуелсіздіктің қарсаңында жекпе-жегім өтейін деп жатыр. Құдай қаласа бұл жекпе-жекті, бұл кешті тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арнаймын. Тәуелсіздігіміз ата-бабаларымыздан қалдырылған мұра. Сондықтан да осы болашақ ұрпағымыз сол мұраны, сол дәстүрді жалғастырып, сақтап қалу керек деп ойлаймын. Елімізде тыныштық, жұртымыз аман болсын. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын.